Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі біздің зерттеу тақырыбымыз жасанды интеллект құралдары жеке оқушылардың қажеттіліктеріне сәйкес оқытуды оңтайландыруға қалай әсер етеді? Зерттеу сұрағымыз жасанды интеллект құралдары жеке оқушылардың қажеттіліктеріне сәйкес оқытуды оңтайландыруға қалай әсер етеді? Бұл сұрақ қайдан туындады? Бізде өзекті мынадай мәселелер тұрды. Жасанды интеллектіні оқыту үдерісіне ендіру барысы, мұғалімдер жасанды интеллект арқылы жұмысын оңтайландыруды жүзеге асыру қалай іске асып жатыр, оқушылардың қажеттіліктеріне сәйкес тапсырмалар, сабақтағы іс-әрекеттер, белсенді әдіс-тәсілдер жиі арқылы жасауға болады ма? Деген осындай өзекті мәселелерден осындай сұрақ туындады. Сондықтан біз зерттеу әдістерін бастап кеттік. Яғни мұғалімдерден сауалнама алу біріншіден, екіншіден жасанды интеллект түрлерін анықтау, физика пәнін оқытуға қажеттісін таңдау, жасанды интеллект құралдарын зерттеу, жасанды интеллект құралдарын қолданып тапсырмалар дайындау, оқушылардың оқу тарихына талдау жасау, оқушыларға жасанды интеллект көмегімен тапсырмалар дайындау, кері байланыс беру, жеке бағалауда ерекшелігін анықтау. Яғни мұғалімдерге біз сауалнама алу барысында байқағанымыз 67% мұғалім, физик мұғалімдер бізде жасанды интеллект құралын күнделікті қолданады. Көп мұғалімдер оның ішінде оқу материалын дайындауға, бағалауға қолданған. Және жекелей оқыту мен оқу үлгерімін талдауда қолдануда әлі аз пайыз көрсетіп тұр. Сонымен қатар тапсырмалар автоматты тексеретін жүйесі бар. Оқу үлгеріміне талдау жасап күтілетін, нәтижеге болжам жасайтын жасанды интеллектпен жұмыс жасау мұғалімдер қажеттілігі болып табылатынын байқадық. Сонымен қатар 67% мұғалім жасанды интеллект бойынша ары қарай да білімдерін арттырғысы келетіндігін білдік. Сонымен біз алдымызға мынадай мақсаттар қойдық. Яғни осы жекелей оқыту немесе оқушының жеке қасиеттерін ескере отырып, оқу үлгерімін талдауға қолданатын жасанды интеллект мүмкіндіктерін іздеу үшін мынадай мақсаттар қойдық. Яғни мұғалімдер қажеттілігіне қажетті және пән бойынша жасанды интеллект құралдарын іріктеу, физика пәні бойынша жасанды интеллект көмегімен тапсырмалар дайындау, физика пәнін оқытуға ерекшеліктеріне талдау жасау, жасанды интеллект көмегімен кері байланыс беру және оқушы нәтижесіне талдау жасауды жоспарладық. Осы мәселелерді анықтай келе, жоспарлай келе, біз мынадай 3 жасанды интеллектті іріктеп алдық. Осы біздің физика пәнімізге лайықтылау болып табылғандықтан. Ең біріншісі бәріміз білеміз, барлығымыз қолданатын ChatGPT құралы, одан кейін TeachUp құралы және Magic School. Яғни бұл құралдар, бұл жасанды интеллекттер бізде физика сабағында сабақ жоспарлауға, оқушыларды бағалауға көптеген мүмкіндіктер бар екендігін білдік. Әсіресе бұл жерде қарайтын болсақ, мынау тілдерден қазақ тілінде ChatGPT-ға біз еркін тапсырма беріп, сұрақ беріп, еркін жауаптар алдық және қазақ тілінде өте жақсы жауап берді. Алайда TeachUp пен Magic School орыс және ағылшын тілінде тапсырмалар дайындайды. Жалпы көпшілігі осы тілдерде қазақ тіліне аудару қажеттілігі туындады. Алайда көптеген сабақ жоспарлары, сабақ идеялары өте жақсы болды. Енді бағалау жасанды интеллект құралдарына келетін болсақ, ChatGPT көп жағдайда чат-бот ретінде, ал TeachUp 67 жасанды интеллект құралы бар екен инструменттері, сонымен қатар Magic School'дікі 84 екен. Яғни жасанды интеллект құралдары өте көп, мүмкіндіктер өте көп. Енді біз жеке оқыту тиімділігіне тоқталатын болсақ, яғни оқушының жеке қасиеттерін ескере отырып, оның қажеттіліктерін анықтай отырып тапсырмалар дайындауда ChatGPT өте жақсы көрсеткіш берді. Атап айтсақ, Google Forms'қа біз тапсырма береміз, бүкіл оқушылардың жауаптары шығады және ол жауаптарды Excel құжатымен жүктеп алып ChatGPT-ға саламыз. Саламызда осы жердегі оқушылардың, мысалға бір оқушы 20% жауап береді, біреу 80% жауап береді. Әр оқушының жеке жіберген қателіктеріне, кемшіліктеріне орай жекелей тапсырма құрастырып бер деген нұсқау бердік. Сол кезде ChatGPT бізге әр оқушыға жеке тапсырма дайындап берді. Яғни мысалға Балжанның тапсырмалары, Балжан
қандай да бір тақырыптан, мысалға екінші сұрақтан қате кетсе, бір қалыпты қозғалыс барысындағы формуланы қолдануда дәл сол қате кеткен тапсырмаларға тапсырма құрастырып бере алады екен. Келесі teach апта әсіресе жеке оқыту тиімділігі не? Мына екі құралды таңдадық. Яғни бұл құрал біріншісі Automatic Reports, яғни бұл құрал оқушылардың үлгерімін автоматты түрде есептеп мұғалімге ұсынады. Қай оқушы қай деңгейде екенін нақты көрсетеді. Мұғалімге уақытылы кері байланыс беруге мүмкіндік береді. Және Bloom таксономи инструменті құралы. Бұл Bloom таксономи құралын бәріміз білеміз. Сабақтағы тапсырмаларды Bloom таксономиясының деңгейлеріне білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау, бөліп құруға көмектеседі. Оқушының ойлау деңгейін арттыруға бағытталған сұрақтар мен тапсырмалар құрастыруға арналған құрал. Яғни осы жерде teach up деген міне қарайтын болсақ, міне менің 8-ші A, B, C, G сыныптарына біз әріптестермен бірлесе отырып осы сыныптарға чат ашып, біз тапсырма жіберіп отырдық. Осы жерде, яғни міне 8-ші C сыныбының көрсеткіші сынып бойынша 79-30% көрсетіп тұр. Және әр тапсырманы сыныптың динамикасы көрсетілген. Бірінші тапсырма, екінші тапсырма. Және сыныптағы төмен оқитын оқушылардың аты жөндері және жақсы жауап берген оқушылардың аты жөндері шығып, осылай бірден бізге кері байланыс беріп отырады екен. Яғни отправленные работы, оқушыларға жіберілген тапсырмалар, оқушылар бағалары. Бағаларын қараңыздар, әр оқушыға жеке-жеке міне балмен, бағамен көрсетіп, мынандай диаграмма тұрғызып береді екен. Келесі Magic Schoolға келетін болсақ, Magic Schoolда мынандай Doc Question, Support Goals Creator, 504 Plan Generator деген осындай инструмент құралдары бар екен. Яғни бұл жерде Doc Question дегеніміз Depth of Knowledge Question Generator. Яғни оқу тапсырмаларының құзыреттілік деңгейіне қарай жіктеп оқушыларға ойлау дағдыларының деңгейіне сай сұрақтар құрастырады. Яғни бір тапсырманың өзін әр түрлі деңгейде сұрақтар құрастырып береді. Мысалы, келетін болсақ, мына жерде Doc Question бір қалыпты қозғалыс деген тапсырма береміз. Яғни Doc Level 1 ол бірінші ең жеңіл деңгей. Яғни анықтама бер, өлше, есепте деген сияқты сұрақтар құрастырып берді. Бір қалыпты қозғалыс дегеніміз не? Бір қалыпты қозғалысының сипаттамасын тізіп бер, дененің жылдамдығын анықта. Екінші деңгей концепт, график, салыстыр деген. Үшінші деңгей strategic thinking, яғни бағала, зерттеп, қорытынды жаса деген. Және ең жоғарғы деңгей талдау, құрастыр, дизайн деген. Яғни осындай тапсырмалар бізге құрастырып берді. Келесі Support Goals Creator деген бар екен. Бұл жерде бұл құрал арнайы білім беру қажеттіліктеріне бар оқушыларға арналған, дараланған, яғни мысалға зейін эмоцияны басқару, оқу қарқыны төмен оқушыларға осындай тапсырма мақсаттарды құруға көмектеседі. Оқушының жеке ерекшелігін ескертіп, нақты және өлшенетін мақсаттар жасау арқылы жеке оқу жоспарын құруға көмектеседі. Дәл солай 504 Plan Generator'да бұл оқушының ұзақ мерзімді денсаулық проблемалары бар, көз қабілетінде проблемасы бар оқушыларға үшін арнайы мектеп жағдайын бейімдеу жоспары болып табылады. Яғни бұндай жағдайда арнайы отырғызу, экстра уақыт сабақты жазуға рұқсат деген сияқты, көмекші құралдар деген сияқты жоспарды құрастырып береді. Яғни мұғалімге немесе кеңесшіге оқушының жағдайына қарай жоспарды автоматты түрде жасауға көмектеседі екен. Осылайша 3 жасанды интеллект құралдарын зерттей келе біз осы 3 жасанды интеллектті іріктеп алдық. Мұғалімдерге ішінара семинарлар ұйымдастырылды және 8-ші сынып оқушыларына жасанды интеллект көмегімен тапсырмалар құрастырып, әріптестермен бірге оқушылардың алған
нәтижесін салыстырып отырдық. Жалпы қорытындылай келе, жасанды интеллект құралдары оқыту процесін оңтайландырады екен. Жеке қажеттіліктерді ескеріп оқыту мүмкіндігі өте жоғары. Мұғалімдер жасанды интеллект технологияларын тиімді қолдануға дайын болу керек. Келесі қадамдар, яғни болашаққа жоспар, түрлі форматта тапсырмалар, сабақ жоспарларын жасауды жалғастыру, 10 сыныпқа тапсырмалар жинағын құрастыру, үшінші, оқушыларға ерекшеліктерін ескере отырып, кері байланыс беру арқылы білімдерін жақсарту. Ал мұғалімдерге келетін болсақ, жасанды интеллект көмегімен тек сабақ жоспарын жасамай, оқушылардың алған біліміне талдау жасау және оқушылардың жеке қабілеттерін ескере отырып, жеке тапсырмалар, әдіс-тәсілдер қолдануға болатынын көрсететін практикалық семинар ұйымдастыру. Зерттеу нәтижелерімен желіаралық пилоттық мектептерге халықаралық конференцияда бөлісу болып табылады. Тыңдағандарыңызға рахмет.